Көп уақытыңызды ас үйде өткізбес үшін осы тағамды ұсынамын сізге. Ассалям алейкум, қош келдіңіз каналыма. Барлық заттарды описание бөлімінде жазып қалдырамын. Бізге керегі рожки, сүйікті фаршыңызды қосып, каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Фаршқа биязымызды өткіштен өткізіп қостым, өйткені балапандар жақсы көрмегендіктен. Сосын төрпіштеп туралған картопиямыз қосылған. Татымына қарай тұз, қара брош, өз сүйікті специяларыңызды қоссаңыз болады. Мен бұл жерде паприка қосып жатырмын. Етке арналған дәмдеуішті қостым. Қызанақты турап, үстінен салып шығамыз. Енді үстіне заливка жасайық. 2 жұмыртқаны сындырып, 3 ас қасық қаймақты қосамыз. Сәл тұзды қосып, жақсылап араластырамыз. Суымызды қосып, жақсылап араластырып жіберейік. Осы заливкамен толық бетін жабатындай құйып шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пешімізге 40-45 минутқа пісіріп аламыз. Сырымызды өткіштен өткізіп алайық. Тағамымыз дайын болды. Енді сырды үстінен сеуіп, 5 минутқа духовкаға қойып қоямыз. Сырымыз жақсы еріп, содан кейін асымызды шығаратын боламыз. Біздің кешкі асымыз дайын болды. Тез әрі оңай жасалынады. Көп уақытты қажет етпейтін тағамның бірі. Өте дәмді, міндетті түрде жасап, жанұяңызды қуантыңыз. Әсіресе балапандарыңыз сүйсініп жейтін тағамның бірі. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Сізге видео ұнаса, бөлісуді ұмытпаңыздар. Қазақ каналын бірге дамытайық YouTube арнамызда. Сіздермен бірге болған Алия. Осындай тағаммен жолдасымды таң қалдырдым. Ассалям алейкум, қош келдіңіз каналыма. Бүгін осындай ерекше жасалынатын тағамды бірге жасайық. Бізге керегі су, ұн, тұз, ерітілген сары май қажет. Ең біріншіден каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазыңыздар. Құрамына кіретін барлық заттарды описание бөлімінде жазамын. Ұнға суды, тұзды, сары майды құйып, жақсылап тұрып қамыр елейтін боламыз. Сосын салафан пакетикке салып, 30 минутқа қойып қоямыз. Арасында бірнеше мәрте қайтара елейміз. Етті алып, төртпіштеп турап шығамыз. Ұсақтау қылсаңыз, тез пісетін болады. Ыдысымызға салып, қазір бәрін біріктіретін боламыз. Енді картопияны төртпіштеп тураймыз. Биязымызды да төртпіштеп турап шығамыз. Сарымсақты ұсақтап тураймыз. Татымына қарай тұз, қара брош, өз сүйікті специяларыңызды қоссаңыз күшті болады. Енді барлығын жақсылап араластырып, қызанақты
қосатын боламыз. Оны да түртпіштеп турауға ұмытпаңыз. Жақсылап араластырып, содан кейін қамырды екіге бөлеміз. Қаппағына да қамыр қалдырайық. Енді осыны жаяйық. Тым қалың болмау керек, және де жұқа болмау керек қамыр. Енді осылай ыдысымызға орналастырып, үстінен салмамызды саламыз. Сливочный маслоны қосып, жақсылап біріктіреміз қамырды. Жақсылап түйіп, жауып аламыз. Қамырдың кішкентай бөлігінен енді қаппағын жасайтын боламыз. Осылай видеода көріп тұрғаныңыздай жинастырамыз. Екінші бөлігінен тура солай ғып жасап шығамыз барлығын. Пергамент төселген листке қойып, үстінен жұмыртқаның сарысын жағып шығайық. Енді қызып тұрған духовкаға 200 градуста 40-45 минутқа қоямыз. Қыздар, өз пешіңізге қарап қойыңыздар. Міне біздің тағамымыз дайын болды. Өте әсерлі, өте сәнді, дәмі зор болып шығады. Міндетті түрде жасап, жанұяңызды қуантыңыз. Бұндай ерекше тағамды сөзсіз жақсы көретініне сенімдімін. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Қазақ каналын YouTube арнамызда дамытайық бірге. Сіздермен бірге болған Алия. Дәстүрлі дастарханмен дастарханыңызды жайнатып жүріңіздер. Картопияны дайындау сан түрлі рецепттер бар. Бүгін мен өз рецептіммен бөліскім келіп тұр. Ең біріншіден каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Ассалям алейкум, қош келдіңіз каналыма. Ең біріншіден бізге картопияны ұзынша ғып турап шығу қажет. Видеода көрсетіп тұрғандай. Бұл тағамды бала кезімізде сүйсініп жейтін едік. Оны табада қуырып. Бұл ерекше тәсіл асханада көп уақытымызды қажет етпейтін тағамның бірі. Пергамент төселген листке картопиямызды салып, татымына қарай тұз, бұрыш, өз сүйікті дәмдеуіштерді қоссаңыз болады. Паприка қостым. Енді осының барлығын жақсылап қолымызбен араластырып аламыз. Үстінен сұйық майды құйып, жақсылап араластырайық. Қызып тұрған пешімізге 200 градуста 20-30 минутқа қоямыз. Қыздар, өз пешіңізге қарап қойыңыздар.
Өте дәмді әрі қытырлақ картопиямыз дайын болды. Дәмі зор болып шығады. Картофель фриға ұқсайды. Соуспен алып жегенге не жетсін. Өте дәмді тағам болып шығады. Міндетті түрде жасап, жанұяңызды қуантыңыз. Міндетті түрде осы тәсілмен жасап көріңіздер. Сізге видео ұнаса, каналыма тіркеліп қойыңыз. Лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Бұл видеоның әрі қарай дамуына үлкен үлестеріңізді қосасыздар. Қазақ каналын YouTube арнамызда дамытайық бірге. Осы тағамды жасап беретін адамыңызға жіберіңіз. Басқа ұлттың нанын пісірейік. Өте керемет болып шығатын турецкий лепешкаларды бірге жасайық. Ассалям алейкум, қош келдіңіз каналыма. Құрамына кіретін барлық заттарды описание бөлімінде жазып қалдырамын. Бізге керегі су, сүт, ашытқы, қант, тұзды қосамыз. Барлығын қосып араластырайық. Ұнды 3-тен 1 бөлігін ғана қосып, жақсылап араластырып, 20-30 минутқа қоямыз. Қамырымыз сәл тұрды, осылай болып көтеріледі. Үстінен 1 жұмыртқаны қосып, сұйық майды құямыз. Қалған ұнды қосып шығамыз. Қазір жақсылап тұрып, қамыр елейтін боламыз. Біздің каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Бізді жоғалтып алмас үшін. Арнамызда сан түрлі рецепттер бар. Бәрі өте керемет болып шығады. Егер де сізде сұрақ туындайтын болса, комментарияға жазыңыз. Мен міндетті түрде жауап беремін. Қамырымыз өте эластичный болып шығады. Видеода көрсетіп тұрғандай, жұмсақтықта болуы қажет. Енді осыны 2 сағатқа қойып қоямыз. Әбден жақсылап көтерілу қажет. Уақытыңыз болмай жатса, 1 сағат жеткілікті. Қамырымыз осылай болып көтеріледі. Өте керемет воздушный қамырымыз дайын болды. Енді оны өзімізге керекті бөлшектерге бөліп шығамыз. Менде 6 дана шықты. Ыдысымызға сұйық майды жағып, қамырды қойып, ортасынан басып шығамыз. Дәл видеодағыдай көріп тұрғаныңыздай істеу қажет.
Бірден сары жұмыртқаны жағып пешке қоюға болады, немесе осылай орамалды жауып 1-2 минуттай тұрса да жеткілікті. Қызып тұрған пешімізге 200 градуста 20 минутқа қоямыз. Қыздар, өз пешіңізге қарап қойсаңыз болады. Үстінен кунжутты себуді ұмытпаңыз. Осымен біздің өте керемет нанымыз дайын болды. Қараңыздаршы. Үстінен сливочный масланы жағып шығайық. Түріктердің осындай керемет өте дәмі зор болып шығатын нанын сіз де жасап көріңіздер. Бір рет болса да жасап көруіңізге кеңес беремін. Сізге видео ұнаса, осы видеомен бөлісуді ұмытпаңыз. Менің каналыма тіркеліп қойыңыз, мені жоғалтып алмас үшін. Лайк басып, комментария жазыңыз. Бұл видеоның дамуына үлкен үлестеріңізді қосасыздар. Дәстүрлі дастарханмен дастарханыңызды жайнатып жүріңіз. Сіздермен бірге болған Алия. Қазақ тіліндегі арнамызды YouTube каналда дамытайық бірге. Келесі видеода аман саулықпен кездескенше. Амансыздар ма, жақсыларым? Үй жағдайында лавашты бірге жасайық. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын лавашты сатып алмай-ақ өзіңіз үйде жасаңыз. Біздің арнамызға тіркелуді ұмытпаңыз. Ұнға қайнаған суды құйып, үстінен тұз қосып, сұйық майды құйып, қасықпен жақсылап араластырамыз. Содан кейін қолымызбен илейтін боламыз. Осындай лаваштар диетада жүрген адамдарға нағыз керек. Артық салмақ қоспайтыны рас. Қамырды жақсылап елеп, осындай жұмсақтықта болу қажет. Пакетикке салып, 30 минутқа қоямыз. Арасында бірнеше мәрте қайтара елейміз. Сонда қамырымыз эластичный, жұмсақ болады. Енді бірнеше бөліктерге бөліп алып, қамырға ұнды сеуіп, енді оны оқтаумен жазатын боламыз. Қамырымыз осындай жұқалықта болу қажет. Енді бізге керекті өлшеммен өлшеп, кесіп аламыз. Орташа отта, құрғақ табада 2 жағынан қызартып аламыз. 30 секундтай жетеді. Видеода көріп тұрғаныңыздай, тез әрі оңай. Қамырды ұзыннан ғып жайып, духовкаға да пісіруге болады. Лаваштарымыз дайын болып қалды. Мына осындай әдемі болып шығады. Енді суды алып, кисточканың көмегімен жағып шығамыз. Қамыры сәл жабысып қалуы мүмкін бір-бірімен. Оны қолыңызбен ажырата аласыздар. Дәл осы тәсілмен жасайтын болсаңыз, комментарияда пікір қалдырыңыз. Үстінен пищевой пленка немесе пакетикпен жауып қойып, орамалмен жабамыз. Лавашымыз 20 минуттай дем алу қажет. Біреуін су жақпай сізге көрсету үшін алып қалдым. Мына осындай керемет лаваш шығады. Өзіме қатты ұнайды.
осы тәсілмен жасаған. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де қатты ұнайтынына сенемін. Біздің лавашымыз дайын. Видеода көріп тұрғаныңыздай өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын лаваш. Ішіне салма салып орасаңыз да керемет болып шығады. Дүкендікінен де өте дәмді. Міндетті түрде жасап, жанұяңызды қуантыңыз. Бұндай лаваш дүкенде сатылмайтыны сөзсіз. Құрметті менің көрермендерім, біздің каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз. Бұл каналдың дамуына қатты әсерін тигізеді. Сізге видео ұнаса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Бір жасағаннан осындай лавашты өмір бойы жасайтын боласыздар. Өте дәмі зор болып шығатыны рас. Біздің арнамызда сізге ұнайтын видеолар өте көп. Кіріп көрсеңіздер болады. Дәстүрлі дастарханмен дастарханыңызды жайнатып жүріңіз. Сіздермен бірге болған Алия. Келесі видеода кездескенше. Ассаляму алейкум, қош келдіңіз каналыма. Бүгін осындай өте керемет пирогты бірге жасап көрейік. Өте дәмді шығатыны сөзсіз. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментария жазып отырыңыздар. Барлығын описание бөлімінде жазамын. Бізге керек зат қант, айран, сұйық май. Енді үшеуін біріктіретін боламыз. Айранды ыдысқа құйып, қант салып, сұйық май қосып, венчиктің көмегімен жақсылап тұрып араластырып алайық. Қанты ерігенше мұны осындай әппақ болып шығады. Оны енді бір стақанымызға құйып аламыз. Пирогымыз піскен уақытта үстінен құятын боламыз. Үстінен разрыхлитель қосып, бір стақан ұнымызды електен өткіземіз. Енді жақсылап араластырып алайық. Енді үстінен 4 жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырып аламыз. Екінші стақан ұнымызды біртіндеп қосатын боламыз. Мұны осындай сұйықтықта болу қажет. Табамызға сұйық майды молырақ қып құйып, жағып шығайық. Менің формамның диаметрі 26 сантиметр. Енді үстінен құйып, жақсылап тегістеп алайық. Қамырды қоя тұрайық. Енді алманы алып, сыртын ашимыз. Осындай долькаларға турап шығайық. Қазір онымен пирогымызды әсемдетеміз үстінен. Пирогтың үстінен осылай әп-әдемі ғып дізіп шығайық. Қызып тұрған пешімізге 180 градуста 30 минутқа қоямыз. Қыздар, өз пешіңізге қарап қойыңыздар. Сосын шпажкамен қараймыз. Құрғақ болып шығу қажет. Осымен біздің пирогымыз дайын. Алып қалған бір стакан сұйықтықты пирогтың үстіне құйып шығамыз. 5-10 минуттай тұрса жеткілікті. Әбден пирогқа сіңіп, дәмі зор болып шығады.
лопаточканың көмегімен жағып шығайық. Қыздар, сізге видео түсінікті болды деп ойлайм. Егер де сіздер түсінбесеңіздер, комментария бөлімінде жазып сұраңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Мені жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Біздің осындай керемет, өте дәмді пирогымыз дайын болды. Енді қазір оны турап көрсетейін. Қараңыздаршы, қандай өте воздушный болып шықты. Дәмі зор болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сізге ұнайтынына сенемін. Дәстүрлі дастарханмен бірге дастарханды жайнатып жүрейік. Сіздермен бірге болған Алия. Қазақ каналды YouTube арнамызда дамытайық бірге. Дәл осы видеомен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сізге осындай керемет пирогты жасап беретін жанға жіберіңіз. Ассалям алейкум. Қош келдіңіз каналыма. Бүгін осындай картопиямен пирожки бірге жасайық. Іші жұмсақ, дәмі деген керемет болып шығады. Ең оңай жасалу жолын көрсетейін. Ең біріншіден картопиямызды суға пісіріп, тұзын салуға ұмытпаңыз. Піскеннен кейін езіп аламыз. Сосын биязымызды турап, жақсылап қуыратын боламыз. Ал сізге қандай пирожки, қандай салмамен ұнайды? Комментарияға жазып кетсеңіз, бірге оқып тамашалаймыз. Табамызға биязды салып, үстінен май қосып, жақсылап қуырамыз. Ал енді қамырды елейтін боламыз. Ыстық су құйып, мен салқын сүтті қостым. Сонда жылы масса болады. Қант, қопсытқышты қосып, жақсылап араластырамыз. Онды електен өткізіп, дайын болған қоспаны қосып, тұз, сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырып, қамыр елейтін боламыз. Қамырды 1 сағатқа қоямыз. Онды сеуіп, қамырды қолмен жазатын боламыз. Ортасына салмамызды саламыз. Енді жақсылап екі шетінен алып қыстырамыз. Үстінен кішкене басын қырап, астын үстіге аударып қоямыз. Орташа отта қызып тұрған майға салып қуырамыз. Пирожкидің екі беті қызарғанша, осылай әп-әдемі қып-қызыл болып шығады. Ал пирожкиіміз дайын, өте әдемі, жұп-жұмсақ,
дәмі деген енді керемет болып шығады. Міндетті түрде жасаңыздар. Сізге қатты ұнайтынына сенімдімін. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз. Қазақ каналын бірге дамытайық. Сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай керемет пирог кексті бірге жасайық. Бізге керек заттар. Ең біріншіден құрғақ заттарымызды біріктірейік. Разрыхлителімізді ұнға қосып, електен өткіземіз. Пирогымыздың құпия ингредиенті ол құрғақ сүт. Оны да електен жақсылап өткізейік. Ал енді жұмыртқаны жарып салайық. Жұмыртқаның үстіне қантты қосамыз. Ванилинді қосамыз. Шым-шым тұзды себеміз. Бәрін жақсылап миксерлейміз. 5 минуттай миксерлеп, ақ көбік үстінен шыққанша. Құрғақ қоспаны 2 бөліп қосамыз. Видеода көріп тұрғаныңыздай осындай сұйықтықта болады. Форманың түбіне сары майымызды жағамыз. Бұл жерде ерекше дәмі болсын деп мен қарақат вареньясын қостым. Пирогты қалыпқа құйып, 180 градуста қызып тұрған пешімізге 30-35 минутқа қоямыз. Пирог қойылған пешімізді ашуға болмайды. Өйткені ол басылып қалуы мүмкін, көтерілмей қалып шикі болып шығады. Дайын пирогымызды шанышқымен тексеріп аламыз. Шанышқымыз құрғақ болып шығу керек. Пирог әбден пісіп шықты, енді оның суығанын күтейік. Қараңыздар, шыққандай кексті пирог шықты. Өте әдемі, өте тәтті болып шығады. Кексті пирогымызды әсемдету үшін оған сахарная пудра үстінен сеуіп шықтым. Ал енді пирогты турап көрсетейін, өте жұмсақ. Дастарханыңыздың сәнін келтіретін кексті пирогты міндетті түрде жанұянызға жасап,
оларды қуантыңыз. Ал енді тәтті сүйер жандарға бұндай пирог нағыз лайықты. Сізге рецепт ұнаса, лайк басып, комментария жазып, каналыма тіркеліп қойыңыз. Қазақ каналын бірге дамытайық. Қарлы күн. Бүгін тәтті дәмді қытырлақ вафли жасаймыз. Жұмыртқамызды қосып, қантты қосып араластырамыз. Жылы сүтімізді қосып, майымызды ертіп, оны құйып араластырамыз. Ұнымызды қосып араластырамыз. Вафлиіміз 20 минуттай тұру керек. Тұрып біткенде оны пісіреміз. Оны алып трубочка ғып айналдырамыз. Өте дәмді болып шығады. Видео ұнаса сізге лайк басып тіркеліп кетіңіз. Сәлем, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай етті бомба пісірейік. Ұнымызға тұз, сұйық майымызды қосып, қайнаған суымызды құямыз. Абайлаңыз, қолыңызды күйдіріп алмайық. Қасықпен араластырып, сосын қолымен қамырды жақсылап елейміз. Қамырымызды жақсылап елеп, 20 минутқа қоямыз. Қамырды пакетикке салып қоямыз, кеуіп қалмас үшін. Енді салмамызды дайындайық. Картопияны жақсылап төртпіштеп тураймыз. Бұл жерде ет тартпаға мен биязды өткіштен өткізіп салдым. Сіз төртпіштеп майдалап турап қойып салсаңыз да болады. Татымына қарай қара бұрыш, тұзымызды сеуіп, жақсылап араластырамыз. Сұйық майды, суды қосуға болады. Осындай қамырымыз жұмсақ болып шығады. Оны алып, бөліктерге бөліп, домалатқызып, елейміз. Қамырымыз кеуіп қалмас үшін пакетикпен үстін жауып қоямыз. Қамырымызды елеген кезде жұқағырақ елеңіз. Өте тәтті болып шығады. Кесенің диаметрі 10 сантиметр. Салмамызды жақсылап толтырып салайық. Енді қамырды видеодағыдай жинастырайық. Өте оңай.
Табамызға сұйық майымызды құйып, биязымызды саламыз. Биязымыз жақсылап қуырғаннан соң, оған болгар бұрышын қосайық. Менде бұл жерде қатырылған бұрыш. Жасыл жуа мен петрушканы қостым. Қызанақ пастасын 2 қасықтай қосып, жақсылап қуырамыз. Содан кейін тұзымызды салуға ұмытпаңыз. Қуырғаннан кейін етті бомбаларымызды қоямыз. Қайнатылған ыстық суымызды құяйық. Ортадан жоғары болу керек. Бая отқа қойып 40-45 минут пісіруге қоямыз. Арасында суымыз таусылып қалмас үшін қарап қойыңыздар. Тағамымыз дайын болды. Осындай өте әдемі болып шығады. Жасап көріңіздер. Үйдегілерді қуантып, таңғалдырудан шаршамайық. Дәмі деген енді өте керемет болып шығады. Әрі де жұмсақ, етті бомба десе нағыз атына сай тағам болып шығады. Қараңыздаршы. Видео ұнаса тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз. Қазақ каналын бірге дамытайық. Ассаляму алейкум баршаңызға. Каналыма қош келдіңіз. Бүгін осындай болтты печеньяны бірге жасайық. Біріншіден ұнымызды електен өткіземіз. Содан кейін сары майымызды қосып, оны біріктіреміз. Жұмыртқаны сарысын ақуызынан ажыратып алайық. Жұмыртқаның сарысын қосып, оған қаймағымызды қосайық. Разрыхлителімізді қосамыз. Жақсылап қолымызбен араластырып біріктіреміз. Ал енді қамырымыз дайын. 15-20 минутқа қойып қояйық. Жұмыртқаның ақуызын миксерлейміз. Енді қантымызды қосамыз. Көбік тұрақты болғанша 5-10 минуттай. Енді қамырымызды алып, оны даярлай бөліктерге бөліп, осындай доқтаумен жаятын боламыз.
Енді осындай беземізді ас қасықпен қосып печеньені жасаймыз. Пергамент төселген листке қойып шығамыз. Қызып тұрған пешімізге 160 градусқа 30 минутқа қояйық. Болып шығады. Нағыз бұлттан жасалған печеньеға ұқсайды. Өте ерекше. Үстінен сахарная пудраны сеуіп шығамыз. Молынан себеміз. Тәтті сүйер жандарға енді көбіректеу қосқаны дұрыс. Қамыры жұқа, өте нәзік болып шығатын печеньені шаймен ішкенге керемет болады. Міндетті түрде сіз де жасап көріңіз, жанұяңызды қуантыңыз. Сізге видео ұнаса, лайк басып, комментария жазып, тіркелуді ұмытпаңыз. Қазақ каналын бірге дамытайық. Ассаламу алейкум. Қош келдіңіз каналыма. Бүгін осындай керемет хачапури жасаймыз. Құрамына кіретін барлық заттар қолжетімді. Бірге жасайық. Әр қазағым жалғызым видеоны қолдап кетіңіз. Ең біріншіден жылы суымызды құйып, жылы сүт, оған тұз, қант салып, бір жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырып алайық. Одан кейін нан қопсытқышымызды қосамыз. Онды екі бөліп, қосып, електен өткізіп, жақсылап араластырып аламыз. Өсімдік майын қосамыз, қамырды жақсылап елейміз. Қамырымыз дайын болды, 60 минутқа қоямыз. Қамырымыз көтеріліп, осындай лүпілдеп болып шығады. Екіге бөлеміз. Қолымызбен жайып шығамыз. Өткіштен өткізілген сырымызды қосамыз. Молынан қосып, осылай қолымызбен жинастырамыз қамырды.
Онды сүйіп, қамырды оқтаумен жаямыз. Жұмыртқаның сарысын үстінен жағып, сырды сеуіп шығамыз. Қамырымыздың екінші бөлігін тура біріншісін жасағандай жасап шығайық. Қызып тұрған 200 градус пешімізге 20-25 минутқа салып пісірейік. Хачапурimiz дайын. Осындай доп-домалақ, әп-әдемі, сырты қытырлақ, іші жұмсақ, сыры созылмалы болып шығады. Міндетті түрде сіз де жасаңыз, сізге ұнайтынына сенімдімін. Жанұяларыңызды таңғалдырыңыз. Видео ұнаса лайк басып, комментария жазып тіркелуді ұмытпаңыз. Ассаляму алейкум, қош келдіңіз каналыма. Бүгін осындай қытырлақ самсаны бірге жасайық. Онды електен өткіземіз. Суды қосайық. Тұз, сұйық май жақсылап араластырып, қолмен қамырды елейік. 20 минутқа тоңдырып қоямыз. Қамырды жайып, ерітілген сары майды жағып шығайық. Сосын оны ораймыз. Тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Оған дейін салмамызды жасаймыз. Ет тартпамызға картопияны төртпіштеп тураймыз. Биязды өткіштен өткізіп, сұйық май татымына қарай бұрыш, тұзды қосып, жақсылап араластырып, қамырымыз дайын, бірдей бөліктерге бөліп, бұл қамырдың ерекше жайылуы ұнмен емес, сумен, суға 1 рет малып, жаятын боламыз. Ең оңай тәсіл, қамырды осылай біріктіріп, қоя саламыз. Тез әрі оңай. Қамырды осылай бір-біріне біріктіріп, үстінен кішкене басын қырап, самсаларды жасап шығамыз.
Самсалардың екі түрлі ғып үстін жағып шықтым. Біріншісі өсімдік маймен, екіншісін жұмыртқамен. Қызып тұрған пешке 200 градуста 30 минутқа саламыз. Ал самсаларымыз дайын, өте ерекше, ең оңай тәсіл, дәмі деген керемет, өте қытырлақ болып шығады. Видео сізге ұнаса лайк басып, комментария жазып, тіркелуді ұмытпаңыз. Ассалям алейкум. Бүгін осындай керемет тағамды бірге жасайық. Нағыз ерлер сүйсініп жейтін. Қызып тұрған майға картопияны жақсылап қуырып, оған өз сүйікті специяларды қоссаңыз болады. Картопиямыз жақсы қуырылып, енді оны бөлек ыдысқа салып аламыз. Ал енді сол майға қабырғаны салып, бұрыш сеуіп, тұз салып, паприка салып, 30 минутта қатты отта жақсылап қуырып алайық. Пиязымызды домалақтап турап, етіміз дайын. Енді майды бөлек ыдысқа құйып аламыз. Картопияны қазанның ішіне саламыз. Пиязымызды қосайық. Қайнаған суды картопиядан төменірек құяйық. Енді тұздап, оны 40 минуттай пісіреміз. Ал енді асымыз дайын. Нағыз ерлер сүйсініп жейтін ас. Жасап көріңіздер, сіздің отбасыңызға қатты ұнайтынына сенем. Енді етті турап көрсетейін. Өте жұмсақ, дәмі деген керемет болып шығатын ас. Астарыңыз дәмді болсын. Сізге видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз. Қазақ каналын бірге дамытайық. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай керемет, ең оңай салатты бірге жасайық. Құрамына кіретін барлық заттарды описание бөлімінде жаздым. Жұмыртқаны суда пісіріп, магазиннан чечилді сатып алып, осылай ұсақтап турайық. Абайлаңыз, чечилдің дәмі өте дәмді, салатқа қалдырыңыз. Жұмыртқаны 4-3 бөліктерге бөліп, тым ұсақ қып жібермеңіз. Ыдысымызға саламыз. Содан кейін сәбізімізді өткіштен өткіземіз. Бәрін қосып, жасыл бұршақты қосып, майонез үстінен, тұз, бұрыш сеуіп, жақсылап араластыратын боламыз. Жасыл бұршақты жүгерімен алмастыруға болады. Сізге дәннің қайсысы ұнайтынын комментария бөлімінде жазып кетсеңіз, бәріміз тамашалап оқимыз. Ешбір салаттың дәмін бұзбайды, өте керемет дәмді салат болып шығады. Ал сіз де жасап, жанұяңызды қуантыңыз. Сізге видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз. Қазақ каналын бірге дамытайық.